Ойын үздік болу үшін жаңадан графика қосады, дыбыс эффекттерін жаңартады, жаңа физика және басқару құралдарын қосады. Әрине бұның бәрі үшін төлеу керек. Қанша көп үздік графика қосса, сонша ақша ойынның жасалуы үшін төленеді. Сәлем достар, бүгін мен сіздерге ең қымбат ойындар жайлы айтамын. 10-ші орын Heavy Rain. Бұл ойынды жасау үшін $55 миллион кеткен. Ойын сюжеті 4 күн, 4 персонаждың өмірі жайлы. Әрқайсысының өзінің тағдыры бар, өткен шағы мен алға қойған мақсаты бар. Бірақ бәрі кісі өлтірумен айналысады, өлген адамдарға қағаздан бұйым қалдырады. Ойынның мақсаты сол. 9-ші орын Crysis 3. Ойынның бюджеті $66 миллион. Ойынның сюжеті өзге ғаламшылықтармен болған соғыстан кейін қала бүткілдей қопарылған. Әскери организацияларды господстволар жаулап алады. Ал қалада соғыстан кейін қалған өзге ғаламшарлықтар өмір сүреді. Нано костюммен жүрген жігіттердің мақсаты адамдарды господство организациясының мақсатынан құтқару. 8-ші орын Watch Dogs. Ойынның бюджеті $68 миллион құрайды. Әлемде барлық құрылғылар сетке қосылып, суперкомпьютермен басқарылып отырады. Мәліметтер базасында барлық тұрғын туралы мәліметтер жинақталған. Басты қаһарман Эйден Пирс кез келген құрылғымен басқа біреудің телефондарын немесе компьютерлерін қарай алады және оларды басқара алады. 7-ші орында Mass Effect 3. Көптен күткен трилогияның бюджеті $75 миллион. Ойын қаһарманның күші мен қарудың күшін сынықтырады. Масштабты бойларға қатысып, жақсы қарым-қатынаста болу. Оның бәрі тамаша графикада, спецэффекті мен дыбыс эффектілерінде. 6-ші орын Gran Turismo 5. Ойынның бюджеті $80 миллион. Ойында шығарушылар графикасын жаңартқан, әрбір детальдарына мән берген және де 200 жаңа автокөлік қосқан. Гаражда тек көліктің түсін өзгерте ғана қоймайсыз, және де оның құрылғыларын да өзгерте аласыз. 5-ші орында Red Dead Redemption. Бұл ойынның бюджеті $100 миллион. Бұл ойында ашық өмір, адамға толы алаң және оқиғаларға толы. Мұнда тек ойыншы әлеммен әрекет етпейді, ойыншыға жаңа тапсырма беріп, әлемде ойыншымен әрекет етеді. 4-ші орында Battlefield 4. Бұл автологияның бюджеті $100 миллион. Көптен күткен мультиплеерді ойын, тамаша графика, жарылыстардың шынайы көріністері және дыбыстары шынайы тағдырда жасалған. 3-ші орында BioShock Infinite. Ойынның бюджеті $110 миллион. Ойынды жасаушылар қазіргі таңда Сан-Диего зерттеу режимінен толықтай бас тартқан тек жалғыз компания. Қорытындысында сюжет өте керемет шыққан. Ойынның мәнін түсінгің келсе, соңына дейін жетуіңе тура келеді. 2-ші орында Star Wars The Old Republic. Ойынның бюджеті $182 миллион арасында. Бұл ең алғашқы барлық диалогиялар жасалған ойын. Барлық 1000 актер өз дауыстарын 4000 персонажға берген. Тамаша графика, дыбыс пен миссиялар ойында танымал ете түсті. Әсіресе сол фильмді ұнататындар арасында. Және де 1-ші орында GTA 5. Ойынның бюджеті $260 миллион. Rockstar өзінің мықты ойын шығарып дамыта алатынын көрсетті. Ойынның картасы үлкен және көптеген көліктер қосылған. Ойында тағы да гольф, теннис, квадроциклдегі гонка тәріздес ойындар да бар. Оған қоса машина ұрлаудан басқа да қосалқы миссиялар. Бүгінге осы. Видеоны лайк басыңыздар. Аман, сау болыңыздар.